енді азық түлікке жұмсайтыным 50-60 мың емес ау, бір 100 мың теңгедей жұмсайтын шығармын. Өйткені менің қолымда шешем тұрады, 7-8 ағайыным бар. Сондықтан да біздің, енді мүмкін ол кісінің отбасы саны үйіндегі аз шығар, бәлкім содан тұрмыстық пайдаланатын заттарының аздығы болар, тұтынатын тамақтарының арзандығы, бірақ жалпы тамақтың күннен күнге қымбаттап бара жатқаны көрінісі базардан да, дүкендерден де байқауға болады. Оны айтылып жүр барлық жерде. Сондықтан да бұл негізі сауда және интеграция, өзге де мемлекеттік органдарының берген кейбір жоспарлы уәделерінің іске аспай жатқандығы, делдал компаниялардың пайда болуы, адамдардың, қарапайым тауар өндірушілердің уәде бергендей дүкендерге өз тауарын емін-еркін орналастыру мүмкіндігінің жоқтығы сияқты дүниелер ықпал етіп отыр деп өзім ойлаймын. Сосын тағы бір сұрақ,